Алмалар. Біздің тау бөктерлерінде күні бүгінге дейін баурайында өсіп тұрған алма бақтарын көруге болады. Бірақ ондағы ағаштар ұзақ жылдар бойы желге, адамдардың ашкөздігіне ұрынғандықтан бойлары тырбиып, қисайып, кішірейіп кеткен. Ондағы алмаларды қазір сатыға шығып тересін, ал егер олар жерге үзіліп түссе, онда ішін құрт жеді деген сөз. Бір құпияны ашайын. Сонау замандарда осы алма ағаштардың діні бұдан әлде қайда жуан болатын. Өйткені олар мөлшері метрге жуық, кейде одан да үлкен алмаларды көтеріп тұруы қажет еді. Алмалар әбден піскенде бақтың ішінде ағаштар астымен жүрудің өзі қорқынышты болатын. Шын мәнінде бұл өте қауіпті еді. Кейде жел алманы жұлып түсіретін, бірақ бұл тек өте күшті желдің ғана қолынан келетін. Тамыз айында әбден піскен алмалар ағаш басынан өздері ақ үзіліп түсетін. Бар салмағымен дүрс етіп шөптің үстіне түскен олар бірте-бірте домалап барып, таудан төмен қарай құлдилай жөнеледі. Мұндай кезде ешкім олардың жолын кеспейтін, бәрі тау етегін айналып өтетін. Бірақ кейде алмалар қала қақпаларына барып соғар еді де, күзетші оны әрі қарай домалатып жіберетін. Сөйтіп жылай тұрғындардың қолына жететін. Адамдар арнайы жасалған қисық пышақтармен алманы қарбыздың үлкендігінде етіп кесіп алып үйлеріне әкетеді. Немесе күн ашық күндері тас орындықтардың үстіне отыра кетіп, сол жерде ақ жеп алады. Жалпы барлық алмалар далаға қарай екпіндей домалайтын. Ал дала тұрғындары оларды ұстап алып, қарық болып жатушы еді.